Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 3 қана заттан осындай керемет тәтті дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге небәрі шоколад, 3 банан және слоеный тесто керек болады. Алдымен бананды қабығынан аршып дайындап аламыз. Одан кейін видеодағыдай қасықтың көмегімен ортаңғы бөлігін алып тастаймыз. Міне осылай жартысына дейін ғана аласыздар, шеттері қалу керек. Барлығын осылай үшеуінде істеп шығамыз. Одан кейін шоколадты бөліктерге, ортасына сиятындай етіп бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін бананның ортасына орналастырып шығамыз шоколадтарды. Мінекей бізде осылай болып шығу керек. Енді қатпарлы қамырды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бездрожжевой тесто керек болады. Тестомызды алып, оқтаудың көмегімен ұзыншақ етіп тағы біраз жайып аламыз. Одан кейін видеодағыдай пышақтың көмегімен осындай ұзыншақ етіп кесіп аламыз. Соңында қамырдың көмегімен бүкіл бананды тесік қалдырмай орап шығамыз жақсылап. Осылай орап шықсаңыздар, видеода бәрі түсінікті етіп көрсетілген деп ойлаймын. Осылай барлығын орап шығамыз, тесік қалдырмаймыз. Мінекей біздің банан дайын болды. Енді қалған екеуінде дәл осылай орап шығамыз. Одан кейін противенге пергамент төсеп, 3 бананды орналастырамыз. Бір жұмыртқаны жарып, араластырып, бетіне жағып шығамыз. Алдын ала 180 градус қызып тұрған пешке қызарғанша салып аламыз. Мінекей біздің тәттіміз дайын. Енді басқа ыдысқа ауыстырамыз. Тарелка болсын, басқа қандай әдемі ыдыстарыңыз бар, соған салып алсаңыздар болады. Бананды тәттіні осылай
қойып дастарханға ұсына берсеңіздер болады, немесе кондитерлік мешокқа осындай ыстық суға шоколад салып ыстық суға малып қойып, ерігеннен кейін осылай бетіне узор салып шықсаңыздар болады. Осымен біздің бананды тәттіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, көп уақыт алмайды, өте тез дайындалады. Егер рецептім ұнаған болса, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.